Сәлеметсіңдер ме, балалар? Әдебиеттік оқу 3-ші сынып. Сабақтың тақырыбы судың қасиеті, Көкқұтанның ақылы. 83-ші сабақ. Оқу мақсаты сөйлеу барысында мақал-мәтелдерді, нақыл сөздерді, тыйым сөздерді, вербалды емес тілдік құралдарды қолдану. Оқу мақсаты өз ойы мен сезімін көркем бейнелі сөздерді қолдана отырып жеткізу. Тыйым сөздерді білесің және қолданасың. Ойыңды нақыл сөздер, суреттер арқылы тұжырымдайсың. Балалар, суретте не бейнеленген? Дұрыс айтасыңдар. Балық бейнеленген. Балалар, балық қайда мекендейді? Суда мекендейді. Жарайсыңдар. Айтасыңдар балалар, балық суда тіршілік етеді. Біздің қазіргі өтіп жатқан тақырыбымыз әдебиеттік оқуда ортақ тақырыбымыз су тіршілік көзі. Енді қазір балалар судың қасиеті туралы бейне таспадан көреміз. Су тіршілік көзі. Сәлем, мен Русланмын. Мен мектепке жиналғанда, немесе достарыммен далаға ойнауға барғанда, әрдайым өзіммен бірге су алып жүрем. Неліктен екенін білесіңдер ме? Су өте маңызды элемент. Сусыз жер бетіне өмірде болмайды. Біздің организміміз 60%-ға дейін судан тұрады. Оқып пікір білдір. Су иесі Сүлеймен, судан балық тілеймін. Судан балық бермесең, үйге барып не жеймін? Тыңдалым. Көкқұтанның ақылы. Күндердің бір күнінде бір сиқыршы Сүлеймен патшаға мәңгі өмір сыйлайтын суды сыйға тартқан екен. Киелі суды ішіп-ішпеу жөнінде ақылдаспақ болып, күллі аң мен құсты жинайды. Ұзамай, хайуанаттар біткен тек іске бас қосады. Тек ұзын сирақ Көкқұтан ғана келмейді. Сонда Сүлеймен патша тұрып итке тіл қатады. Сенің басқалардан байбаламың көптеу еді. Сен барып Көкқұтанды азғырып әкелші маған, дейді. Ит шынымен ақ Көкқұтанды ертіп әкеледі. Уа, Көкқұтан, көнекөз кемелім, мына бір киелі суды ішейін бе, ішпейін бе? Соны айтшы, дейді Сүлеймен. Егер мына судың өзіңнің барша дос-жарандарыңа, туған-туысқандарыңа және ұшқан құс жүгірген аңға жететін болса, бұл суды ішіп қой. Тамшысын да қалдырма. Сонда өмірден бақытты да қуанышты да табасың. Бірақ оның бір өзің ғана ішсең, мәңгі бақи өкініп, опынумен өтесің. Жалғанда соққа басың, сопиып жалғыз қаласың. Жақын жағалауыңның бәрі баяғыда кеткен соң, бір өзің не қуаныш, не қызық көріп жартам дейсің. Япырай, сен шында да данышпан екенсің. Мұны маған сенен басқа тірі жан айта алмас еді, дейді Сүлеймен риза болып. Сөйтіп, киелі суды ішпейді. Жарайсыңдар, өз ойларыңды толық түсінікті жеткізе білдіңдер. Бір-бірімізді қошеметтер бұрқасын арқылы бағалайық. Үйге тапсырма Көкқұтанның ақылы түсініп оқу. Өзіндік жұмыс 4-ші тапсырманы орындап келеміз балалар.